Аққу көлінің сайды адам туған жерінің сайды демекші, әркімге туған жері елі қымбат. Мен Амангелді айым ендеше сіздерге өзімнің туып өскен ауылымды сіздерге таныстыра кетейін. Тайғырдың дөңі деп аталатын осы белеске болашақта алып өндірісті ауыл салынады деп кім ойлаған? Мұның барлығы өмір жаңалығы. Осындай жаңалықтың куәсі болып жүрген көне көз қариялар көкірегі қуанышқа толы. Өйткені олар ұрпақтарының болашақтағы өмір көріністеріне ерекше сеніммен қарайды. Осы жаңалықтың барлығы өзен кен орнының игерілуімен сабақтасып жатыр. Бұл жердің аталуында да ерекше сенім бар сияқты. Әлбетте, ағып жатқан суы, жайқалған нуы жоқ, бірақ өзен деген сөз көңілге жылылық сезім әкеледі. Ауылдың іргесі жалпы 1960 жылы Маңғыстау облысындағы өзен мұнай газ кенін игеруге байланысты қаланды. Қызылсай ауылы облыстағы ең ірі мұнай газ өндіру орталықтарының бірі. Мұнда өндірілген мұнай мен газ Жаңаөзен қаласындағы Қазақгаз мұнай өңдеу зауытына жіберіледі. 1997 жылға дейін өзен деп аталып келген. Бұл жердің осылай аталуында екі көзқарас бар. Біріншісі, көне көзқаралардың айтуынша, өткен ғасырларда бұл жерде өзен деген бай кісі тұрыпты. Оның кең жайлауда орналасқан малы шүйгінді алқапта жайлы тұрыпты. Өзі жарлы жақыбайларға қайырымды болса керек. Сондай қылығына сай жер аты сол кісінің есіміне лайықталып алынған. Екіншісі, жауынды шашынды кезеңдерде сай бойымен сарқыраған су ағысы болатын көрінеді. Соған орай бұл жерді өзенді алқап деп атап, ел аузында өзен болып қалған. Бірақ бұл ұғым шындыққа айналып, жер атының байлығы қара алтынды өзен болғандығын көріп, ел ірісіне айналғандығының куәсі болып жүрміз. Сонымен қатар ауыл іргесінде орналасқан Қаламқас әулие тарихы туралы небір деректер бар. Аталарымыздың айтуы бойынша, ашаршылық тұсында бас сауғалап көшіп бара жатқан көштің ішінде шамамен 12 жас қыз баланың осы сары төбеге келген тұста қайтыс болғандығын естиміз. Әрі қарай жүруге шамалары келмеген, көш тоқтап қайтыс болған Қаламқас атты қызды сары төбеге жерлеген. Қызын қимаған Әбіш атамыз қоштасып тұрып, қазір сені елсіз мекенге тастап кетіп бара жатырмын. Кейін айналаңа халық келіп, ел қоныстанады. Үлкен ауылға айналады, бай, қуатты елді мекен болады деген екен. Қазір қарап тұрсақ, сол айтылған сөздер тура келгендей. Осы бейнені аяқтай келе, менің бір айтарым, өз елім мақтанышым. Енді осының бір дәлелі ретінде Жанар Мұратбек қызынан сұхбат алайық. Сәлеметсіз бе, Жанар Мұратбек қызы, сізді Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Сізге қойылатын сұрақ, ауыл тұрғындарының саны қанша? Қазір бізде Қызылсай ауылының тұрғындар саны 7608. Алдағы уақытта ауылымызда көгалдандыру бойынша жоспар бар ма? Иә, жалпы көгалдандыру жобасы бойынша 300 тал егу жоспарда бар. Түсінікті, көп-көп рахмет.